Сал серілердің шығуы жаугершілікпен тікелей байланысты екендігін біреу білсе, біреу білмейді. Батырлықтың ерекше үлгісі болған серілер соғыста құрбандыққа бас тігеді, бейбіт күнде елге еркелейді, елі барлық еркелігін көтереді. Бұлар енді әскери әулет болғандықтан, бұлар жеке әскери шерік болып тұрады екен. Бұлар педагер әскер екен, жаңағы құрбан болатын, жауға барады, құрбан болады. Және бұлар ерліктің үлгісі. Үстіне сауыт кимейді екен, да? Сонда баяғана соғыс жүріп жатқан кезде қолбасшы айтады: "Міне аналар соғысқа сауытсыз шығып тұр, сендер неден қорқасыңдар баяғы?" деп, сонда мына әскерге дем беруші, құрбаншыл әскер болып саналады екен салсерлер. Сосын жаңағы әрине көп жағдайда салсерлер тұтастай қырылады екен соғыста. Бірақ бірде-екілі адам тірі қалады. Сонда бұлар елге қайтып келе жатқанда кез келген ауыл сыртына жығылады екен. Сонда ауылдың адамдар жүгіріп келіп құшақтап